зікірлерді көп айтқан сайын жолым жабылып жатыр, себебі не айтыңызшы? Кім айтты саған зікір айтқанда жолың ашылады деп? Кім айтты сізге намаз оқығаннан жол ашылады деп? Кім айтты сізге ораза ұстасаң жолың күшті болып кетеді деп? Жоқ, олай болмайды. Қайта сынақ келуі мүмкін, одан да ауыр. Сондықтан уатавасау біл хаққи уатавасау бис сабр. Сен шындықта болсаң сабыр ет дейді Алла Тағала. Саған намаз оқыпты, енді бұған қой, енді 1-2 миллион доллар беріп жіберейік демейді ешкім. Намаз оқып жатыр екен, енді бұны зікірлердің бәрін айтып жатыр екен, зікір қалмапты жер бетінде, сен айтпаған. Енді бәрін Гүлзат зікірді айтты, қой енді бәрін берейік демейді саған. Сен зікірді ол үшін айтпа. Зікірді Аллаға шүкіріңе етіп айтасың. Алла, шүкір өліп қалмағаныма. Осы инстаграмды көргеніме Құдайға шүкір, көзім ағып кетпей. Тоба деп көз жоқтар бар өйткені. Тоба деп сол үшін айтасың. Аллаға шүкір айтасың. Шүкірің сол зікір болады. Сен тұрып алып тұрып зікір айттым, так 1.850.000 рет айттым, енді сен маған ақша бер. Енді маған срочно байға бер. Мен 1.700.000 айттым ғой. 1.700.000 айттым, нең қалды енді менде? Бермейсің мен енді? Деп Құдайға сен қазір не қойып жатсың? Претензия. Мен айтам, сен маған осыны бермей қойшы тура. Деп жатса, Құдайға сөйтуге жарасам мысалы. Болмайды ғой. Аллаға ол үшін жеткізбейді. Алла үшін. Сен мен қазір оқимын, сен қазір байыңа өйтіп қоя алмайсың. Күйеуіңе. Абай атамыз 17-ші қара сөзінде айтады. Құдайды саудагер қылып аласыңдар дейді. Саудагер. Мен саған мынаны беремін, сен маған мынаны бересің. Мен саған мынаны беремін, мен саған 9 рет намазыңды оқимын, сен маған мынаны айтасың. 49 рекатында оқимын, 72 рекатында оқимын, ораза ұстаймын, сен маған бересің. Кім айтса саған береді деп? Жоқ, қарыз емес Алла саған. Алла Тағала өзі Құранда айтады: "Ла тамунну алайя исламакум". Исламда болғандарыңды маған міндет қылма дейді. Маған бәрібір. Оқимын, оқымаймын, Аллаға бір келер кетер жоқ. Ол өзің үшін. Зікірді не үшін сондай болып жатыр десеңіз, өйткені сізде осындай нәрсе бар. Сіз айтқан сайын айта бер. Айып пайғамбардың басына қиыншылық келген. Айып пайғамбардың басына қиыншылық келген зікірінде. Сонда бұл не істеген? Деп қойып кетпеген, одан да күшейткен.